Да болған шынайы оқиға. Айжанның төсек тартып жатқанына жарты жыл болды. Айжан 7-ші сыныпты тәмамдап жазғы демалысқа шыққанда, анасы оны бір аптаға көрші ауылдағы ағасының үйіне жіберген еді. Сол үйден қайтып келгеннен кейін 3 күн өтпей-ақ төсек тартып жатып қалады. Мәселе физикалық саулығында емес, психологиялық жағдайында. Себебі төсек тартып жатып қалғалы бері ешкіммен сөйлеспейді. Бір нүктеге қарап жата береді. Арасында өздігінен қарқылдап күлетіні де бар. Мұндай кезде әкесі үйге сыймай, қызының мұндай мүшкіл халін көруге дәті шыдамай сыртқа шығып кетеді. Анасы болса жан ұшыра қызына көмектескісі келеді, бірақ қызы тіпті анасын мүлдем көрмегендей, даусын естімегендей кейіп танытады. Айжан ауырып қалғалы бері өзге түгілі туған анасын танымайды. Айжан тіпті өз бетінше дәретханаға да шықпайтын болды. Дәрігерлер одан ешқандай кінәрат таппады, ал психологтар жындыханаға жатқызу керек екенінен басқа еш нәрсе айтпады. Алайда Айжанның ата-анасы бұл ұсыныстан үзілді-кесілді бас тартты. Содан бері анасы Айжанды дәл сәби кезіндегіндей бақты. Айман қызына қарап жатып ұзақ ойланды. Бұл белгісіз ауру қайдан шықты? Қызы неліктен бұндай халге жетті? Бұл сұрақтар көптен бері мазалап жүрді, бірақ жауабын таба алмады. Осындай қалың ойдың үстінде ұлы Біржанның көрген түсі есіне түсті. Айжан ауылға туыстарының үйіне жеткенде Біржан таңғы шай үстінде Айжанды көргенін айтты. Түсінде Айжан пештің жанында бір нүктеге қарап тұр екен. Жанына келген Біржанды байқамады да. Бір уақытта Біржан қарындасымен қалжыңдаспақ болып, ба деп айқайлап Айжанды қорқытпақ болады. Сол уақытта Айжан ағасына жалт қарады. Біржанның айтуынша сол уақыттағы Айжанның көзқарасын көзбен жеткізу мүмкін емес. Тіпті оған қарындас Айжан емес, шайтанның өзі қарап тұрғандай көрінді. Біржан есін жиған сол еді, Айжан Біржанды бас салып жүрегін жұлып алады да жей бастады. Құдды қорқынышты фильмдердегідей. Біржан қансыраған денесіне қарап айқайласып та даусы да шықпайды. Осы қиналып жатып оянып кетеді. Айман Біржанның осы бір түсін есіне алып, ойын қорқыныш билейді. Қызына тағы да бір сөз салып бір күрсініп қалады. Айман қызын емдеу үшін бармаған жері баспаған тауы жоқ. Түрлі тәуіп емшілердің табалдырығын тоздырды. Алайда ешқандай көмек нәтиже болмады. Бір күні көршісінен Көкшетауға мықты емші келгенін естиді. Дәрігерлер мен емшілердің әбден көңілі қалса да, Айман қызын жазу үшін барлық мүмкіндікті пайдалануға әзір еді. Емшінің науқастардың Құранмен емдейтіні де ұнады. Көп ұзамай Айман күйеуімен ақылдасып, емшінің үйіне барады. Емші әбден арып тозған, халықтың айтуынша ол емдеген адамдардың ауруын кішкене бөлігін өзіне қабылдап алады екен. Содан болар емшінің жүзі салғырт тартқан, өне бойы солып қалғандай. Емші Айжан жатқан бөлмеге қолын Құран алып кірді. Сүрелерді оқып бетіне суды бұрқ еткізді. Емші Айжанды ұзақ емдеді. Таң ата келген емші кешкісін бірақ шықты. Әбден шаршаған, үстінің барлығы терден малмаңдай су. Емші сылқ етіп орныққа отырды да, есін жиып алғысы келгенде біраз уақыт үнсіз отырды. Біраздан кейін қыздарыңыздың дерті сауып ауыр екен, ауруды судан тапқан екен депті емші. Айман мен күйеуі емшінің сөздерінен кейін ұзақ ойланды. Неліктен судан, қандай судан деген сауалдар бірінің артынан бірі маза бермеді. Ойға шомылып отырғандай Айжанның анашым деген даусын естіді. Айман мен Рахымжан қызының бөлмесіне жүгіріп барып оны құшағына қысты. Екеуі де көз жас қалды. Себебі Айжанның даусын естімегелі бір жылдан асық уақыт болған еді. Айжан жазылды. Мектепке барды. Өзінен бір сынып төмен оқығандармен бірге оқуына тура келді. Күндер өтіп, Айжанның ауырғанда емшіде ештеңе есінде қалмаған. Үйдегілер оны еске салуына қорқыты, бірақ құрдастары оның басынан өткен жағдайларын айтып, Айжанды сұрақтың астына алды. Бірақ Айжанның оларға айтатын жауабы жоқ еді. Бір күні Айжан анасының барлық жағдайын сұрайды. Сонда емшінің ауруы судан болды деген сөзін ұзақ уақыт ұмыта алмады. Айжанның жазылғанын естіп көрші ауылдағы ағасы мен бала-шағасының мен үйге келді. Оның Айжанмен қатарлас Әсия деген қызы бар еді. Екеуі айырылмас дос еді. Бастары қосыла кетсе, уақыты ұзаққа өткізген түрлі жолын табатын. Әсия бір жылдың ішінде болған оқиғалар тоқтаусыз айтып жатты, бірақ уақыты кенеттен тоқтап қалды ма? Айжан, емші сенің ауруың судан болыпты ғой, деді. Әсия әңгіменің төркінін аударып, иә, бірақ қандай су екенін білмеймін, деді Айжан. Сонда екеуміздің құпиямыз есіңде жоқ па? Жоқ, қандай құпия?
Екеуміз орманға барып адасып кешкі уақытта көлдің арғы бетіне жүзіп едік қой, бәлкім ауруды дәл сол көлшіктен тапқан боларсың деді. Әсия ол уақыт қайта оралғандай байсалды түрде әңгімесін бастады. Екеуміз орманда ойнап жүріп үйден алыстап кеттік. Мен қорыққаннан жылай бастадым. Екеуміз дұрыс жолды табамыз деп бір жерді 1 сағат бойы айналып жүрген болып шықтық. Кешқұрым уақытта үйге тастайтын жол деп тапқан жолмен келе жатқанда алдымызда көлшік шықты. Мен жүзе алмайтынымды айттым. Жылай бастадым. Сол уақытта мені алып жүзіп өттің. Өзің менің кесірімнен бірнеше рет суға баттың да жағаға шыққанда далаға қараңғы түскен. Екеуміз сол көлшіктің жағасына түнеп шығамыз деп жеттік. Ал сен бірден ұйықтап қалдың. Мен қорыққаннан көпке дейін көз ілмедім. Bir уақытта қалың ағаштың арасынан сол жақ тұстан қара қасқыр бізге қарай тістерін ақситып келе жатты. Мен айқайлап жылап сен оята алмадым, бірақ сен оянбадың. Сен қанша оятуға тырыссам да бұл әрекетім ештеңе шықпады. Қасқыр бізге қарай жақындағанда оң жақтан ақ қасқыр шықты. Ақ қасқыр мен қара қасқыр бір-бірімен төбелесіп, ақ қасқыр екінші қасқырды жеңді де келген жағына қарай кетті. Қалың орманға толық жұтынып кетпей тұрып бізге көз тастады. Таң атқанда сен ояндың. Мен түнде болған жайт айтып бергенде сенбеген едің. Таң ата біздің ауыл торғындары бізді тауып алды. Екеуміз екі қасқыр туралы әңгімені көпшіліктен жүзіп өткенімізді ешкімге айтпаймыз деп шештік. Айжан сол кезден бастап өткерген еміс есіне түсті. Үлкендердің су перісі болады, түнде әйел адам суға баруға болмайды деген сөздер есіне түсті. Бәлкім сол түні емші айтпақшы ауруды судан тапқан болар деп топшылады. Өткен күндер қорқынышты түс секілді өтті кетті. Айжанның отбасы шуақты күндер қайта оралды. Bir күні Айжанның емдеген емші қайтыс болды. Халықтың айтуынша Айжанды емдегеннен кейін емші төсек тартып жатып қалды. Содан ол кісі қайтыс болыпты деген хабарды естиді. Айжанның ауруы сол күйінде, жұмбақ күйінде қалып кетеді.